Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді үй жағдайында жеміс-жидектерден дайындалатын компоттың рецептімен бөлісетін боламын. Компотымызды дайындауға кіріспес бұрын барлық банкаларымызды тазартып жуып, 15 минутқа су буында залалсыздандыруға стерилизовать етуге қойып қоямыз. Келесі кезекте жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып, таза ыдысымызға салып аламыз. Менде бүгін шиеден, сары өріктен және қара өріктен дайындалатын компоттың рецептін бөлісетін боламыз сіздермен. Банкамызды стерилизовать етіп алғаннан кейін барлық жидектерімізді банкаларымыздың ішіне салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көз мөлшерімен әр банкаға ассорти ретінде араластырып салсаңыздар болады. Менде жидектерді 3 және 2 литрлік банкаларға осылай салып шықтым. Мен жеміс-жидектермен қосымша апельсинді кесіп, компотқа араластырып қостым. Сіздерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосып дайындап көрсеңіздер болады. Банкаларымызға жидектерімізді, қантымызды барлығын салып алғаннан кейін қатты қайнап тұрған ыстық суымызды барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Енді банкамыздың темір қақпақтарын суда жақсылап стерилизовать етіп аламыз. Сол қақпақты осы банкаларымызға жауып, аузын жапқышпен барлық банкаларды жауып шығамыз. Ыстық компотты бөлме температурасында 1 тәулікке дейін үстін жылы жауып, 1 тәулікке дейін суығанша қойып қоямыз. Компотымыз толықтай суығаннан кейін үстіндегі жапқышын алып тастасаңыздар болады. Және қысқы сақтаған кезде компотымызды бөлме температурасында немесе қараңғы жерде сақтасаңыздар болады. Мен жылда компотты осы рецептпен жабамын. Ешқашанда атылған емес. Сіздер де осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестерге жазылыңыздар. Ас болсын.